Ассалаумалейкум достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз Атырау қаласына келдік. Бұл жерде қандай емшілерді, қандай әулиелерді таптыңдар дейсіздер ғой? Жоқ достар, бұл тақырыпқа мүлдем қатысты емес. Бүгін біз Атырау облысына қарасты Индер ауданына баратын боламыз. Ол жерде аудан халқына бір қастерлі көл бар. Ол көл көпке танымал болмаса да өте қасиетті. Бүгінде сол көлге үлкен қауіп төніп тұр дейді. Сол қауіпті бүгін біз Алматыдан арнайы келіп, сіздермен бірге зерттейтін боламыз. Экраннан алыстамаңыздар достар, ары қарай қызық болады. Достар, қазір біз таксиге отырдық. Шыны керек, әлі 180 шақырым екенін білеміз, бірақ Индерді қай жаққа барып, не істейтінімізді, кіммен хабарласатынымыз әзірге белгісіз. Өйткені бастапқыда біз 2 апта алдын әкімдіктің жаңа баспасөз хатшысымен хабарласқан болатынбыз. Бірақ енді ол бізге енді барлық контакттарды, жаңа телефон нөмірлерді тауып беремін деп айтқан еді. Біз хабарлассақ, басқа әңгіме айтып отыр. Сондықтан да билет бәрін алып қойып, жолға шықпасқа болмады. Енді барып бәрін анықтаймыз, бәрін көреміз. Негізі дайындалып, кішкене солармен алдын ала хабарласып барамыз ба десек, олай да мүмкіндік болмады. Сондықтан осылай баруға тура келіп тұр. Неге пайдалы? Буынға, неге балшығына жатады ғой бар. Тері ауруларын емдейтін де рас па? Бәрі көп нәрсеге еміз. Жаңа айтқанымдай достар, жоспарлап барған дүниеміз мүлдем басқаша болғаннан кейін, әдеттегідей біздің ең алғашқы сұхбаттасатын адамдарымыз ол жүргізушілер. Осы бізді Индерборға апара жатқан кісімен сұхбаттасып, ол кісіден де біраз дүние білдік. Адамдар барып жүрген жерге бір талай жылдан бері барады екен ғой, бұрыннан бар жер екен ғой. Ана бір кәсіпкерлер сол жерді бұзып, короче, тұзын алмақшы дейді. Өткені бір айқай шықты ғой. Естідіңіз ба? Бір просто неден көріп қалдым. Жаңалықтар. Не істемекші соны? Білмеймін олар не істемекші. Ауылдың үлкен кісілері соны қарсы шықты ғой соны. Айдынның суы бар ғой. Айдынның суы бар, сосын таудың астынан ағып атқан күркірек дейтін суы бар. Сол ана тұзға жататын болсаң, шұңқырыңды қазасың, күркіректен суды құясың, бетін салафан сияқты бірдеңе жауып қоясың, ана қызып тұрады. Осындай күн қызған кезде балшыққа барып жатады. Сүліктері бар бұның. Балшықта сүліктері бар ма? Балшықтар сүлігі бар. Ана тұзға түскеннен кейін денеге кәдімгі ине сияқты бірдеңелер тікенек сияқты кіреді кәдімгі. Ана денеге тұзға түсіп шығасың. Көлчікілер кіреді кәдімгі. Көлдің емдік қасиеті туралы енді керемет айтып берді десек өтірік емес. Шынымен де қасиеттілігі барсынды. Барып көру керек қой жақсылап. Жақсылап көр, кәдімгі өзіңмен көр, карьерге бар, ар жағында бәріне бар. Сен көресің. Карьер демекші достар, осы карьерде КСРО уақытынан бор өндірген. Ал ол жерге адамдар қауіппен барып шомылады. Неліктен ол жерден қорқады, соны бірге зерттейтін боламыз. Не ол қыз әулие деген? Тоже банандай. Bu жерде да. Ит бас наоборот. 9 әулие жатыр bu жерде. Ой. Қызыл жақтан да сондай. Қыз әулиеге барасың. Әулие деген жерден қашпа. Құран бағыштап барып, не тұзға түсу керек негізі дұрысына қарағанда. Ой. Әулиелерден құтылмайтын болдық қой, тек қай жаққа барсақ та әулие. Сөйлеп айтады ғой енді баяды.
Осылайша достар, Индерборға да жеттік. Ол жерде қонақ үйге орналасып болған соң, ең алдымен адамдар көп баратын жерге, яғни карьерге жол тарттық. Айтшы енді Тұзды көл туралы не білесің братан? Тұзды көл дегенде болғанда енді бұл емдік қасиеті бар ғой. Мен саған мына үстіне жара бар, серияз деген жара бар. Астына мына жер ма? Мыналар ма? Көрдің ба? Жара бар. Яке, мына жер үш рет түсірдім, үш рет түздім, үш рет түздім Тұзды көлге. Тұз болғанда ма карьер ғой, тұз анау ғана. Үш рет түздім, енді өзім темек тартпаймын, арақ ішпеймін. Біріншіден Алладан ғой, мысалы өзім дұға ете бердім, Алла шипаңды берді. Ана енді жер астынан Алланың құдіреті ғой, мысалы жер астынан сука өздерің де барған шығарсыздар да? Жоқ, бірінші рет барасың. Көресіңдер бұйырса. Сол су тұз менің үстімдегі жарамды кетіп жүр ғой. Серияз деген жара менде жалпы өзімде нағашыларымда бар ол жара. Жалпы естеймін менде, мысалы мен өзім даладан келген, Құлсарыдан келген адаммын ғой, бірақ естеймін Тұзды көл бар, карьер бар. Бір түстім, сосын арасынан где-то бір 5-6 күн салып тағы бір түстім. 5-6 күн осы кеше барып келдім, үшінші рет тағы да түстім. Кәм жара бар ғой, налиту кетіп жатыр ғой, налиту. Ол жара 6 ай бойы кеткен жоқ менде. 6 ай бойы. Дәрі бір нәрсе ішкен. Жоқ. Қайда дәрі бар? Іштен жаққан жоқ, просто ана суға түскенде бісмілләмді ішінен білетін сүремді оқымды. Алладан дұға етіп, Алла осы жаман жарадан мені Алла тағала шипаны бере қойшы дедім. Кәдімгідей күнде пляжға түскенде сондай су ғой, анда батпайсың, барғанда көресіңдер. Бірақ негізі аталардың айта айтша емдік қасиеті бар ана. Қаншамен тұз ғой, от шірмейді. Мысалға жаңбырдың суы көктейді, балдырғы шығады. Онда ол тұздық несі бар, ол құрамында манандай емдік несі бар, жер астынан шығып тұрған, өздігінен шығып тұрған су ғой. Тері ауруларына жақсы дейсің. Жақсы, шипа. Енді орыстар кетіп тұр ғой Россиядан, родной, сен жетона Россиядан не қыласың мына тұзға? Значит, орыстар біледі. Значит, бұл лечебный несі бар екен. Мысалы Турцияда да бір жерлерде бар дейді ғой, сондай соленый сулар, емдік қасиеті бар. Мынау Тұзды көл, тұз. Бұнда да ана бұлағы бар дейді, мен ол жерге барып көрген жоқ, машина кондер болғасын, асты алаша барып жүрген жоқ, жалпы адамдар сұрайды, ана балшығына түссең, мына аяқтың шашқын сықырлаған нелерге емдік қасиеттері бар дейді. Анау қараусыз қалған рас па? Мусор көп дейді. Жоқ, мусор көп, бірақ өткенде субботникке шығып тазалады ғой. Дұрыс па қазір тазалау ма? Енді адам келіп жатыр ғой, кәп өздерің көресіңдер ғой, оны кем біреудің бірақ сен өзіңнен өткізген неңді пайдасы көп деп жатсың ба? Мен бірінші барғанда лас болды. Мен айттым ғой, осы 3-ші рет барадым, сен 4-ші рет барадым қазір. 4-ші рет түзем көздерімше. Бірінші болғанда лас болды, екінші барғанда тазалап, үшінші барғанда да кішкене уже реттелген. Достар, біз қазір Индербор ауылының маңында орналасқан карьер деген жерге келіп тұрмыз. Бұл жер енді жергілікті халық келмесе де, сырттан келетін адамдардың арасында өте танымал жер. Бұл жерді енді әрқайсысы әртүрлі пайымдайды. Бірі емдік қасиеті бар жер деп айтса, бірі оны теріске шығарып отыр. Жалпы оны өздеріңіз көріңіздер. Міне. Мына жер енді адамның қарасы өте көп. Жалпы демалып келіп жатқан адамдар барлығы көбінде сырттан келген адамдар дейді. Енді неге жергілікті халық бұл жерге келмейді деген сұрақ келеді. Біздің ақпарат бойынша КСРО уақытында бұл жерде, мына карьерде улы химиялық заттарды өндірген дейді. Алайда оның нақты рас өтірігі әзірге бізге беймәлім. Жалпы қазір осы жерді түсіріп болған соң, осы жер туралы нақты ақпарат беретін адаммен сұхбаттасатын боламыз достар. Қай жерден келдіңіз аға? Біз Астанадан келдік. Астанадан келдіңіздер ма? Астанадан Жалпы аға мына жерде, карьерде өзіңіз ойыңызды айтып жүріңіз. енді просто біз журналистерміз аға, соны таныстырып қойын дегенбіз сізге, есім Бағдәулет. Жалпы мына жерде КСРО уақытында улы химиялық заттарды өндірген дейді. Мына жерде, иә. Содан кейін мына су жиналып, қазір енді
жергілікті халық бұл жерге келмейді, бірақ сырттан келген адамдар шомылып сөйтеді дейді. Біреуіне емі тиіп жатыр дейді, біреуі теріске шығарып отыр. Сіздің ойыңыз қандай? Білмедім. Сіз қалай естіп келдіңіз бұл жерді? Мен күйеу баламмен бірге. Күйеу балаңыз. Сіз осынансыз ба? Осында. Бірақ білмейсіздер, негізі бұл жерде неге? Осында жұмыспен кеттің Атырауға. Соған келдім, сосын. Бұған негізі сырттан келгенде. Суға түстіңіздер ме? Түстік, тамаша. Қалай негізі суы? Су мөлдірі тамаша екен. Теңіздің суы сияқты. Прям асты мөлдіріп көрініп жатыр ғой. Тереңдігі қандай? Тереңдігі терең ортасы. Тас ары қарай терең уже. Терең ба? Батпайсың. Батпайсың, тұзды су кәдімгі. Достар, осы біздегі жаңа қоса кетейін мен айтқан ақпаратқа. Жалпы бір химиялық жаңағы өндіріс болғанның бір дәлелі, бұл жерде адам суды ортасында тұрса да суға батпайтын бір қасиеті бар екен. Ол енді қаншалықты рас немесе өтірік, оны алдағы уақытта зерттейтін боламыз. Рахмет сіздерге. Жақсы. Бір жерде. Жоқ, түспейміз. Неге? Нема? Бірінші зерттеп алайық. Радиациясы. Жоқ, зерттеп алайық. Зерттеп. Қыздарына интервью алайық кетіп Әке, біз жаңа видеода көрдік қой. Ана секіретін жері. Мына жерде адамдар секіріп жатыр. Жалпы судың өзінің түсіне келетін болсақ, түсі енді қалай айтсам болады? Таза мөлдір су деп айта алмаймын. Жалпы кәдімгі арықтарда болатын сулай ғой. Жалпы қазір әзірге суға түсуге жүрексініп тұрған жоқпыз. Толығымен жаңағы біздің сұхбаттасатын кісімен бәрін анық-қанығын біліп барып, бұйыртса сіздерге осы жерге келіп суға түсіп, өзімізде қандай сезім болатын, соның бәрін сіздерге көрсететін боламыз. Бүгін енді кештің уақытында келіп тұрмыз, өйткені өзіміз осында түстен кейін келдік, түстен кейін келіп, жаңа кішкене демалып, уже кештің уақыты болып қалды. Жалпы біздің сұхбат ертеңге жоспарланып тұр, ертең барып сөйлесіп, осында ол кісімен келіп, бірге аралайтын боламыз сіздермен. Бір байқағанымыз, достар, кеш батып жатса да, шомылып жатқан адамдардың қарасы өте көп. Сырттан бақылағанда бұл жерде ешқандай да бір зияндық жоқ сияқты. Сонда да біз осы жерде шомылып жатқан адамдармен бір сұхбаттасып, ойларын біліп көрдік. Қазір сезон ба сонда? Осы сезоны уже бітеді уже. Бітеді, қай кезде басталады? Бұл деген так осы шілдеде басталады. Шілдеде бітеді, Бір ай тек өзінің уақыты. бір айында. Одан кейін түсуге болмайды ма сонда? Жоқ. Күн суып кетеді ма, не болады? Күн суып кетеді, су деген уже нетпейді, болмайды адамға түсуге. Салқын болады. Салқын болады дейсіз ба? Бірақ сонда да келіп түсетіндер бар, Жоқ па? Емдік пайдасы жоқ уже одан кейін. Жалпы бұл жерге келіп шомылып жатқаныңыз қанша жыл болды? Сіз біраздан бері келесіз ба? Мен деген осы жерде туып өскен адаммын. Индерденсіз, Индердің өзінде туып өскен. Осы жер деген енді көп болса 5 жыл болған болар. Бастап түскеніне. Адамдар білгеніне ма? Былай қызықтап түсіп кеткеніне. Так бұрын болды ғой, біз бала күнімізде келетінбіз енді. Ондай көп мынандай қызық. Бала күннен келіп шомыласыздар. Шомыламыз, арасында келіп кетеміз енді. Мұндай кісі болған жоқ, осы жерде жұмыс жасадық қой, мына тауда, неде. Ал жалпы бізде мынандай ақпарат бар да, ол жергілікті сіздердің Индерден айтатын адамдар. Бұл жерде КСР уақытында жаңағы химиялық элементтерді өндірген дейді. Біздің жеріміздің өзінің Инделевтің бүкіл элементі бар дейді. Енді осы жерде радиация бар екені, адамның денсаулығына зиян екені қаншалықты рас? Білмедім, ал оған енді нақты жауап бере алмаймын да, бірақ радиация бар деп айтады ғой. Бірақ осы тауда жасаған адамдардың бәрінің осы жерде түстік, осы жерде келеді. Мен қазір өзім жасым 53-ке келдім, 53-ке. Бірақ енді осыдан мен зиян көрдім деп айта алмаймын. Пайдасы болмаса зияны жоқ дейсіз ба? Бұлай енді қазір соңғы мезгілде осы жастар осыны бастап осы суға түсіп жатыр, енді білмеймін енді. Неге Индерден аз адамдар? Көбіне шеттен келеді. Индерден адам қай жерде де алтынның қолда барда қадірі жоқ деген қазақта мақал бар ғой. Ақтау мысалы барсаң теңізіне түспейді местныйлар. Біздерде мысалы жиі келмейміз, енді арасында келіп тұрамыз осындай бана. Ал Тұздыкөл ше аға? Тұздыкөл туралы не айтасыз? Тұздыкөл деген ол менің 84 жасында әжем өмірден өтті. Сол кісінің естуімше, бойымша мен бала күнінде естейтінем, ол өте киелі жер. Ол киелі жер. Оның басына баяғыда біз мал салып, мал тапап, құрбандық шалып, несін байлап, сөйтетін еді. Қазір жастар жағы кішкене оны түсінбей жатыр. Мен өзім барғанда ұсам, оның басына бейбіт, басқа бірдеме жаман зиянды заттарды әкелмеңдер. Бұл жер киелі жер.
ол біздің әжелеріміз баяғыда аға ол жақта да ем қабылдауға болады. емдік қасиеті күшті оның негізі бала күнінен. Мысалы мен жолдасым өзім жасыратыным жоқ. Жолдасым сол жерден мысалы ем алды. Өзіне пайдалы мына әйел адамға байланысты мысалы өзіне алып сол жерден грязь. Бұл жердің әжелеріміз 3 күн обязательно қонатын еді. Иә, осыны түсіндіріп беріңізші, қалай емделеді ол жақта? 3 күн басына қонады. Мана оның басына қонып 3 күн бана сол жерден емін алады грязьға. Бана жуынады, кешке сосын бүркеніп жамылып, бана ашық тесік жүрмейді. Қазір жастар түсіп қадірін білмейді, одан кейін кандидатурасы болады, ол болмайды, ол ем болмайды, одан зиян болады өзіңе. Жалпы қазір біздің ақпарат бойынша сол жерге бірнеше зауыт салынбақшы екен, тұзын өндіруге. Сол енді қаншалықты дұрыс аға, сіздер құптайсыздар ма жергілікті халық ретінде? Оны осы әңгіме қозғалды, осы жергілікті жерде өзіміздің халқымызда оны біліп отыр бана. Оны категорически болмайды қозғауға. Оны қозғадық екен бізге деген бана Қызылорданың күйін кешеміз. Ол деген экологиямыз бітеді мына жерде. Себебі ашық тесік тасып ол жерге завод салып оны істеуге болмайды. Осы күйінде қалай тұр? Табиғат Алла тағаланың жаратқан табиғат сол күйінде болған дұрыс. Неге десең оның пайдасын алғанмен зиянын ертең халық көреді. Халық местный халық көреді. Ол жерде ештеңе бізге жақсылық жоқ. Оны кәсіпкерлікке неге пайдалануға ештеңеге беруге болмайды. Оны қалай істеу керек ол жерде? Қазір қараусыз жер дейді. Қараусыз жер емес осы. Ол қараусыз жер болғанда мана завод салып тұрған басында тұз өндіріп жатқан. Содан артық ештеңе қозғауға болмайды. Сөздің ішіне керек. Мен осы жерде 53 жыл өмір сүрдім. Артымда өсіп жатқан 4 балам бар. Маған болашағы керек балдарым. Біз ол құптамаймын. Мен де құптамаймын. Осы жерде жүрген осы елдердің азаматтар, азаматша бәрінен сұрасаңыздар, ол құптамайды. Ешкім құптамайды. Ол деген бізде білесіз ғой, бізде артымызды ойламаймыз біз. Болашағымызды ойламайды. Бірінші очередь болашақ. Жергілікті халықтың болашағын ойлау керек. Бірдемен өндірінің алдында бізде деген. Негізі халықпен ақылдасты ма ол туралы мысалы? Осы бір әңгіме қозғалды деп естідім осы. Бірақ құптамай отыр. Ешкім неткен жоқ, қолдаған жоқ. Қолдамаймыз да. Ол жерді қозғайтын болса, осы жергілікті халық көтерілетініне мен оны білемін. Қарсы шығатынына. Себебі ол біздің манағы неміздің балдарымыздың болашағы бітті деген сөз. Түсінікті аға. Арал теңізі қандай болды, сол жағдайға көшеміз. Рахмет аға. Сондықтан осыны жеткізіңіздер жоғары жаққа. Міндетті түрде. Сізге де рахмет аға. Бауыр, ассалаумағалейкум. Қалың қалай? Сен осы жерде құтқарушы болып істейсің ба? Құтқарушы. Қанша жыл болды? Бір жыл. Не ма? Дұрыстап түсірейін, оттан бастап. Нормально, уайымдама. Дұрыстап, ана неге бар енді? Қанша жыл болды ол жерде істеп жатқан? Бұл жерде ме? Бір жыл болды. Осы мен 2 жыл. 2 жыл, иә? Ана кісі де бір тоже. Екеуің бірге құтқарушысыңдар, иә? Ассалаумағалейкум. Қалың қалай? Жалпы бауырым, сен өзің қай жерденсің? Ендердікін. Ендердікісің, иә? Жергіліктісің. Жалпы бұл жер туралы қандай ақпаратың бар? Не білесің? Бұл жер туралы ма? Иә. Қалай, қай жағынан? Мысалы, біздегі ақпарат бойынша мына жерде жаңа улы химиялық жалпы радиация бар дейді. Бар. Білесің, иә? Білемін. Бірақ сонда да түсесіңдер, иә? Ауырамыз. Ауырамыз. Обязательно ауырамыз. Енді келіп жатқан адамдар біледі ма соны? Көбі білмейді негізі. Білмейді. Көбі не деп ойлайды, ем су деп ойлайды. Тұз су болған. Негізі ем су ана Тұзды көлде. Тұзды көл ғой мына осында ақ. Бұл оған жатпайды. Радиация болып тұрған. Бұл просто енді адамдар өздерінше келіп демалады. Демалады. Ал ол жалған ақпарат па сонда? Бұл емі бар деген сияқты. Емі бар деген жалған ақпарат. Жалпы ауыртады негізі адам. Бір екі рет түссе, онда не болады? Енді сен өзіңе кәсіп ретінде осы жерде жүрсің енді, иә? Сабыр, қайық. Қанша адам келеді бүгін? Иә, бүгін. Бағана бүгінгі күндері, бірінші күннің 5-ші күні аралығында көп келмейді. Где-то бір 50 шақты машина кетеді, бас су өткізгенде адам толып кетеді. Шамамен қанша көлікте келеді? Бір 100-ден асады ма? 100-ден асып кетеді. Келіп кетуімен 100-ден асып кетеді, 150 шақты. 200 келді қалып. Адамдардың көбісі қай жақтан келеді? Көп Атырау. Көбісі Атыраудан ба? Чисто Атырау, иә. Индердің өзінен? Интернет біз енді үйреніп қалған ғой, көп келе бермейді. Кешке жақын бір. Жоқ, олар не себепті келмейді? Сол химия зиян деп келмейді ма? Жоқ, әлде қызық емес болар өзі. Өзі қызық емес. Сосын көп мусор мына жерде. Соны айтайыншы, главный. Мусор шашып кетеді адамдарымыз. Біз жинаймыз, өзіміздің жеріміз болғасын, қайық беріп отқасын, жинап кетеміз. Осы маған тазалық сақтамайды ма? Тазалық сақтамайды. Қаңыш кеше жинап кетті, уже лас-лас болды. Жан-жақта айналып шықсаңыз, бәрі мусор шашып кетеді. Главный сол ғой, әдетіміз. Алдын неге де салдық Атырауға, неге афиша Атырауға салып қойды. Одан кейін жинап кетті. Ластап кетеді адамдарды, келеді деп, ана ішеді, шегеді. Тұзды көл туралы айтып берші енді, не білесің ол жерде? Тұзды көл, кәдімгі ең мына тұзды көл дейді.
барсаңыз оны бірақ енді апталап күн қоясыз өзіңіз 5 күн 7 күн сол балшығын жағасыз, бұлақтан су ағып жатыр астына жердің астынан, сол суға жуынасыз. Оның емі чисто жара, аяқтың несіне осы бірақ енді көп түссеңіз оған тұзды көл көп түссеңіз бауырын кетіп қалады кетпейді. Осы мынау главный 1-2 күн түссем онда кетіріп жібереді. Біздер енді күнде түсеміз, обязательно ауырамыз түсімізде. Шеже түсемін де мынандай кәсіппен кентерде обязательно ауырамын, бір ай жатып жаңағы. Қай жерің ауырады енді? Бүкіл дене қақсайды ма? Қақсап сөйтіп көтерілу деген сондай. Негізі бір айында шыны керек радиация бар нәрсе. Ары қарай достар, бірнеше адаммен сұхбаттасып, бәрін ойларын білдік. Көбі дерлік бұл жерді емдік қасиеті мол деп есептейді. Ал халық арасында жүрген бұл жердің радиациясы туралы сыбысы көбісіне қызық емес сияқты. Достар, өздеріңіз сұхбаттан естігендей, жалпы жергілікті осы жерден тұратын адамдардың өзі нақты біледі екен, бұл жерде радиациясы бар екен, шомылуға мейлінше болмайтынын. Бірақ сонда да адамның қарасы келгеннен кейін, жаңағы Елдар деген бауырымыз айтқандай, зиян болса да осы жерде нәпақасын тауып жұмыс істеп жүр. Жалпы сонда да толық біздің айтқан сөзіміздің түбін шығаратын ол ертеңгі біз сұхбат алатын кісі. Жалпы осы жердегілермен сұхбаттасып көргенімізде көбісі басқа жақтан келгендер. Оның ішінде басым көпшілігі ол Атыраудан келетіндер екен. Адам көп келгеннен кейін бұл жерде міндетті түрде қоқыс болады. Жан-жағы шашылған қоқыстар экология жағынан да өте нашар жағдайда тұр. Одан бөлек жаңағы әжетхананың мәселесі бар дегендей. Бірақ оның бәрін мейлі қояйық. Жалпы бұл жердің зияны болса, неге үкімет бұның алдын алмай? Жаңағы кіре берісінде бір ескертетін тақталар немесе басқа да бір осында келіп ескертетін үкімет тарапынан мамандар, адамдар жоқ. Біз соған кішкене таңғалып тұрмыз. Егер де нақты зияны болса, меніңше үкімет осы жағынан өте осал болып тұр.